Қуырдақ деп тиктокқа осы тағамның рецептін жүктей салып едім ғой, бір қарасам миллион просмотрдан асып кеткен ғой қаралымы. Иә, қуырдақтың бұлай жасалмайтынын өзім де білемін. Әшейін көп қаралым жинасын деп қуырдақ деп жаза салғанмын ғой. Негізі қазан кебап деп жазғым келген. Ендеше менің тиктогым мен инстамды жарған қазан кебабының рецептін сіздерге де ұсынайын. Ең әуелі сырты ашылған осындай ұсақ картоптарымызды майға жақсылап қызартып қуырып аламыз. Әрине толықтай піспейді, тек әшейін сыртын осылай қызартып аудара отырып жан-жағына қуырып аламыз. Әрі қарай майымыздың артық мөлшерін алып тастаймыз, тек түбіне азғантай етті қуыруға алып қалатын боламыз. Енді етімізді қуырамыз. Менде қой еті, жылқы еті, сиыр етінде қолдансаңыз болады. Татымына қарай тұз бұрышын саламыз, пияз салып жарты сағатта еттің артық суы тартылғанша қуырамыз. Қазанның қақпағын жауып қойып, артынша етіміз жабыса бастаған кезде су құямыз да қазанның қақпағын жауып етімізді толықтай пісіреміз. Етіміз пісуге шақ қалған кезде жүгері қоссаңыз болады. Мен секілді өте дәмді болады. Бірден айтайын, жүгері қосу міндетті емес. Міне жүгеріні салдық, үстінен картоптарымызды саламыз. Қазанның қақпағын жауып, баяу отқа қойып, шамамен 30-40 минут пісіріп аламыз. Вуаля, біздің тағамымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер жасап көңілдеріңізден шығып жатса, обязательно комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бізге ас болсын.